Тағы да сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің ұсынғым келіп отырған идеяның бірі, жұмысымның алғашқы кезінде маған қиындық туғызған мәселелердің бірі оқушылардың үй тапсырмасын толық орындамауы. Барлықтарыңызда бұл проблема бар шығар деп ойлаймын. Оқушы үй тапсырмасын толық орындамай келеді, немесе орындаған күннің өзінде интернеттен көшіріп келеді. Осы кезде мен осы мәселені шешу үшін мына нәрсені ойладым. Мысалы, сіз таңғы ас ішеді неше деп ойладыңыз? Немесе осы конкурсқа келеді не кием деп ойладыңыздар? Сіздерде не болды? Сіздерде таңдау еркі болды. Мен де сол секілді оқушыларға үй тапсырмасын берген кезде таңдау еркін беремін. Яғни мен фасилитатор қызметін атқарамын. Фасилитатор деген кім? Ол бағыт-бағдар беруші адам. Экранға назар салайықшы. Бұл ненің белгісі? Олимпиада, дұрыс айтасыздар. Бұның мағынасы 5 құрлықты біріктіріп жарыс өткізу. Мен де осы 5 бағытты ала отырып үй тапсырмасын беруде 5 levels әдісін ойлап таптым. Яғни 5 белес әдісі. Біріншісі information. Келістім. Яғни тақырып төңірегінде оқушылар үй тапсырмасында ақпараттар іздеп келеді. Реферат, конспект, сөз жұмбақ немесе тағы да басқа. Соны келіп сабақ үстінде ауызша қорғайды. Кеттік, келесі. Интердисциплинарлық әдіс, пәнаралық байланыс. Яғни сол тақырыпты басқа пәндермен байланыстырып келеді. Мына жерде қан топтарын өттік, сол және де күнделікті өмірде пайдаланып жүрген тағамдардан кеспелерден адамның қаңқасын құрап келген болады. Келесі, креативити, яғни оқушы өзінің ойлау қабілетіне ерік бере отырып, креативті үй тапсырмасын ойлап келу. Зерттеу жұмыстары немесе тағы да басқа. Мен сіздерге бір-екі несін алып келген болады. Мысалы, мына суретте оқушы сарымсақтың шашқа пайдасы мен зиянын зерттеп келген болатын. Соның нәтижесінде бұл алдыңғы жолы бізде дарын ғылыми жобасына барған болатынбыз. Одан кейін 7 сыныпта гүлдің құрылысын өттік. Гүлді құрылысын өткен кезде оқушылар мектепте гүл отырғызды. Гүл отырғызудың нәтижесінде ол жасыл желек жобасына үлес қосып, көктем кезінде ол жеміс жидектерді жылыжайға отырғызған болатынбыз. Одан кейін олар сол жемістердің жемісін жеген болатын. Енді осы әдіс арқылы біз дарынды оқушыларды байқай аламыз. Білем, сіздер бұны сабақта қолданып жүрсіздер. Бірақ сіздер бұны бір сабаққа ғана қолданасыздар. Мысалы, үй тапсырмасына реферат. Сол сек, ал егер де сіздер осы 5 levels әдісін қолдансаңыздар, олар барлық бағытты қамти отырып, үй тапсырмасын толық орындап келеді. Енді мен бұл әдісті өзімнің тәжірибемде қалай қолданамын? Мысалы, 8-ші сынып қозғалыс бөлімі 6 сағатқа берген. Мен оның 5 тақырыбын 5 үй тапсырмасы ретінде бөліп аламын. Яғни, бақытқан азамат бірінші күні, ол адамның қаңқасы мен құрылысын өткен күні information жинап алып келді, яғни реферат жазып алып келді. Мен оған 1 плюс қойдым. Келесі сабақта ол сабақтан қалып қалды, сабақта болмады. Ол кезде ол оқушы үйге не берді деп сұрамайды. Яғни бұл әдістің бір артықшылығы. Үйге не берді деп сұрамайды, сол білім кластан тақырыпты көріп, қалған бағыттары бойынша үй тапсырмасын орындап келе береді. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 1 плюс, 2 плюс және де толық 5 плюс тұрған оқушылар да бар. Яғни толық 5 плюс тұрған оқушылар барлық осы бөлімнің тақырыптарын қамтып, барлық бөлімді қамтыған оқушыларға жатқыза аламыз. Және де 2 немесе 1 ғана плюс тұрған оқушылар осы бөлімді қамти алмады деген. Яғни бұл жерде біз нені байқаймыз? Дарынды және үлгерімі төмен оқушыны байқай аламыз. Сонымен қатар, бұл әдісімнің бір ерекшелігі, бір бағытты таңдаған оқушы екінші қайтып таңдай алмайды. Сонымен қатар, бұл әдістің сәтсіз де тұстары бар. Сәтсіз тұстары кейде болады. Мысалы, айта кететін болсам, үй тапсырмасын сұрауда барлық оқушыны қамтуға уақыттың жетпеуі. Бізде болады ондай жағдайлар. Ол кезде бірінші мен information'ды
информацияны қабылдап аламын да, қалған бағыттарын сабақтан кейін де тексере аламын. Мысалы, модель немесе презентация немесе басқа да зерттеу жұмыстарын сабақтан кейін де қабылдап тексере аламын. Рахмет. Сәтті тұстарын қысқаша айта кетсем, жауапкершілік артады. Яғни балаға осы әдіс арқылы баланың жауапкершілігін арттыра аламыз. Сонымен қатар функционалдық сауаттылықтар артады. Үй тапсырмасын орындау арқылы оқушылар күнделікті өмірден функционалдық сауаттылығын арттыра алады. Үй тапсырмасын орындауда алдын ала жоспар құруды үйренеді. Мысалы, бүгін ол реферат жазып келетін болса, келесі сабақта ол модель жасап келеді. Сол осы сияқты ол келесі сабаққа жоспар құра алады. Және осы жерден жаңа айтып кеттім, үлгерім бітіру мен жеке қабілет анықталып, пәнге деген қызығушылығы артады. Дарынды оқушылар зерттеу тақырыбын өздері таңдай алады. Сөзімнің соңында дарынды бала өзінің мүмкіндіктерін толық ашу үшін дұрыс бағыт алады. Ал талантты ұстаз бұл баланың қабілеттерін байқап, оны дамытуға күш жігерін аямайды. Назарларыңызға рахмет. Бір бөлімде тақырыптар саны 5-тен аз болуы деген түсіндіріп беріңізші, не себеп